Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге бота. Мен бүгін сіздерге майға қуырылмайтын, духовкада пісетін осындай керемет котлеттерді жасауды үйретемін. Видеоны көрмес бұрын тіркеліп алыңыздар, подписаться кнопкасын басыңыз. Алдымен 5 картошканы осы видеодағыдай етіп, өзіңізге ыңғайлы пішінде турап, газға, суға салып қайнатуға қойып қоямыз. Енді орташа үлкендіктегі 2 пиязды алып, қырғыштың яғни терканың майда тұсынан 2 пиязды да жақсылап, майдалап өткізіп аламыз. Мінекей пиязымыз дайын болды қыздар. Енді бізге булка нанның жартысы керек болады. Ішіндегі жұмсағын алып, оны майдалап уатып аламыз. Қыздар, енді 500 грамм фаршымызды аламыз дағыны, оны бір ыдысқа салып, үстінен майдаланған пиязымызды саламыз, және де уатылған нанымыздың жұмсақ бөліктерін үстіне саламыз. Және де баса жақсы бірігуі үшін 2 жұмыртқаны шағып қосамыз. Енді оның үстінен 2 шай қасықта тұзымызды салып аламыз, және де 1 шай қасықта қара бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей қыздар, фаршымыз дайын, енді тұздығын жасауға кірісеміз. Ол үшін 2 ас қасық томатты салып, оның үстінен өзіңіздің қалауыңызға қарай тұз және қара бұрыш саласыздар, және де 300 грамм су құйып, оның үстінен 50 грамм май құйып, жақсылап араластырып, тұзын және бұрышын ерітіп аласыздар. Біздің картошкамызды пісіп дайын болды қыздар. Оның үстіне 20 грамм сармай салып, және де жылы сүт құйып 100 граммдай жақсылап езіп, пюре дайындап аламыз. Мінекей пюреміз дайын. Енді оны қолымыздың көмегімен осы видеодағыдай етіп, кішкентай котлеттер жасап аламыз. Мінекей картошкамыз дайын. Енді фаршымызды алып, өзімізге ыңғайлы пішінде алақанымыздың көмегімен осылай жайып аламыз. Және де дайын болған картошкамызды ішіне салып, бүткіл картошка жабылғанша жақсылап ораймыз. Мінекей котлеттеріміз дайын болды, ыдысымызға салып, енді оның үстінен жаңағы жасап алған томатный тұздығымызды құямыз. Бұл котлеттің айырмашылығы майға қуырылмайды, сол себепті барлық адамға жеуге болады. 200 градусты печкада 50 минут бойы пісіріп аламыз. Котлеттеріміз дайын қыздар. Бұл котлеттің тағы бір артықшылығы, қуырып басында күтіп тұрудың қажеті жоқ. Дайындап печкаға салып қойсаңыздар, осындай дәмді ас болып шыға келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған бота. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.